Бисмиллах, алхамдулиллах, ва салату ва саламу аля расулиллах. Бүгінгі тақырып мәйітті кебіндеу және де жаназа намаз жайында болады. Ва кафанур ражули, ер адамның кебіні сүннет жағынан. Яғни кебінің түрлері болады. Сүннет кебін, сосын кифая түрі немесе дарури түрі деп үшке бөлінеді. Бірінші сүннет болған кебін, ер адамдығы қамис біріншісі. Қамис дегеніміз иықтан бастап тізенің астына дейін киілетін көйлекке қамис деп айтамыз. Екіншісі ва изарун, ол изар дегеніміз адамның төбесінен бастап аяғына дейінгі оралатын мата. Ва лифафатун, үшіншісі лифафа, бұл да тура изар сияқты адамның төбесінен бастап аяғына дейінгі оралатын матаны айтамыз. Енді бұл кебіндер қандай неден жасалады екен? Мимма, ол сондай бір маталардан жасалады. Кана ялбасуху фи хаятихи, өмірінде киіп жүрген киімдердің матасынан жасалады дейді. Яғни қатты бір қымбатта емес, сондай матадан жасалады екен. Сүннет болған кебінді айттық, енді уа кифаятун дейді. Кифая кебін қалай? Яғни мысалы кейде бір таршылық жағдай болса, мата табылмай қалып жатқан жағдай болса, ол кезде уа изарун уа лифафатун, изар мен лифафат жетеді дейді. Енді түсі қандай болған дұрыс? Уа фуддилал баяду, ақ түстісі абзал дейді. Ақ түсті кебін абзал екен. Кебіннің ақ түстен болған жақсы. Минал қотынай, мақтадан. Яғни кебін матадан ақ түсті болғаны абзал көріледі дейді. Келесі уа куллун минал изари уа лифафати, лифафа мен изардың әрбірі минал қарни илал қадами. Минал қарн дегеніміз адамның төбесінен илал қадами, аяққа дейін болады екен. Изар мен лифафа адамның төбесінен бастап аяғына дейінгі матаға айтамыз. Сол аралықта оралып тұрады. Вала юджалу ли қамисихи, енді қамис үшін, яғни көйлек үшін жасалмайды, күмін, жең жасалмайды дейді. Жең жасап керек емес. Себебі бұл қамиста, яғни көйлек деп айттық, жең, жаға дейтін нәрсе болмайды. Вала дихрисун, дихрис та жасалмайды. Дихрис дегеніміз мынау арабтарды байқасаңыздар, арабтардың көйлектерінің төменгі жағы кең болады, жүруге ыңғайлы болу үшін. Ондай көйлектің аяқ жағы да кең болмайды дейді. Вала жайбун, жағада жасалмайды екен. Және де уәлә тукафу атрафуху, кебіннің шеттері бүгіліп тігілмеді дейді. Яғни жіптері шығып кетеді деп, мысалы киімдерді бүктеп тігеді. Ал бұл кебін ол нәрсе жасап керек емес екен. Ва тукрахул имамату фил асах көзқарас бойынша сәлде кигізуде макрух болады. Енді мәйітті кебіннің ішіне салғаннан кейін қалай орайды? Валуффа мин ясарихи, сол жағынан бастап жаңағы маталарды орайды. Сүмма ямини, кейін оң жағын орайды екен. Ва уқида, сосын жаңағы кебін байланады. Ин хифа интишаруху, егер шешіліп кететінен қорқатын болса, байлап қояды екен. Білесіздер, мәйітті кебінге орағаннан кейін басынан, аяғының ортасынан 3 жіппен не істейді? Байлап қояды. Бұл енді ер адамның кебіні екен. Әйел адамдығы қандай болу керек? Ва тузадул мар'ату фис сүннати, сүннет кебінге әйелге қосылады. Жаңағы қамис, изар, лифафа, онымен қоса химаран ли вajhiha, әйел адамның жүзін жабу үшін химар қосылады екен. Яғни орамал деп айтайық. Және де уахиқатан тағы да бір мата қосылады. Ли рабати, байлау үшін, сәдияйха, екі кеудесін, көкірегін байлау үшін тағы да бір мата қосылады екен. Бұл енді әйел адамдардың сүннет болған кебін түрі. Уафил кифаяти, әйел адамдарда да кифая жеткілікті мөлшердегі кебін болады екен. Ол жаңағы үшеуімен қоса химар қосады екен. Айтқанымыз сияқты бір мата тапшы болып жатқан кезде осындай жеткілікті болады дейді, химар.
Әйел адамда тағы да үкімде жалғасып жатыр. Әйел адамның шашы жасалады дафиратайни, екіге өріледі дейді. Аля садриха, екіге өріліп кеудесінің үстіне қойылады. Фауқал қамиси, қамистің үстіне, кеудесінің үстіне екі шашы өріліп қойылады екен әйел адамда. Суммал химару фауқаху, кейін химар кигізіледі. Сол фауқаху дегеніміз не? Қамистің үстіне. Бірақ тахтал лифафати, лифафаның астына екен. Суммал хирқату фауқаха, кейін оның үстіне жаңағы бір тағда бір мата қосылады деп айтты. Осы кеудесін жабып тұру үшін тағда бір мата кеудесіне оралады екен. Жақсы. Енді осыдан кейін уатужаммарул акфану, кебіндерге, жаңа кебін деп жатырмыз, кебінге қош естісе біледі, үтірән, тақ жолмен, яғни бір рет себуі мүмкін, 3 рет, 5 рет деген сияқты. Лифафаға болсын, изар, қамистарға не істейді екен? Қош естісе біледі. Қабыл ан юдуража фиха, мәйітті жаңағы кебінге ораудан алдын дейді. Уакафану дарурати, жаңа айттық, кебіндер 3-ке бөлінеді, сүннет болған, кифая болған, дарури болған дейді. Зәру жағдайда. Бір соғыс кезінде, тағы да бір жағдай болып жатса. Уакафану дарурати мә южаду, не табылса сонымен, табылған нәрсемен орап, мәйітті жаназасын оқып, жаңағы жерлей береді екен. Келесі тақырып жаназа намаз жайлы болады. Фаслун фи салатил жаназати, жаназа намазы бөлім екен. Ас-салату алейхи, мәйітке жаназа намазын оқу фарду кифаятин, парыз кифая болып есептеледі. Парыз кифая болып есептеледі. Ва аркануха, енді жаназа намазының рукындары не? Әт-тәкбирату, ол тәкбірлер дейді. 4 тәкбір, ол қияму, қиям дейді. Бұлар рукындары. Жаназаның 2 рукыны бар. Біріншісі 4 тәкбір, екіншісі қиям екен. Ва шараитуха, жаназаның шарттары ситтатын 4. Яғни жаназа оқылу үшін ситтатын кешіріңіз 6 шарты бар. Біріншісі исламул мәйети, мәйеттің мұсылман болуы шарт. Яғни кәфірге, мүшірікке, дінсіз адамға жаназа оқылмайды. Тахаратуху, толық жуылғаннан кейін мәйітке жаназа оқылады. Тахаратуху, ғұсыл алғызғаннан кейін. Келесі тақаддумуху әмәмәл қауми, мәйіт қауымның алдында болуы керек дейді. Және де вахудуруху, 4-шісі вахудуруху, мәйіт толықтай болуы керек. Әу худуру әксари бәдәнихи, немесе денесінің көп бөлшегі болуы керек. Әу нисфихи ма'арасихи, немесе басымен бірге денесінің жарты бөлігі болса, сол кезде мәйітке жаназа оқылады. Мысалы кейде авариядан, немесе бір өрт шығып, сондай жағдайда мәйіттің бір аяғы, немесе бір қолы, 2 қол деген сияқты ондай мүшелері қалған болса, ол жерде жаназа намаз оқылмайды. Уакаунул мусалли, енді намаз қылдырушы адам алейха, яғни жаназаға намаз қылдыратын имам, ғайра ракибин биля узрин, үзірсіз көлікке мінбеуі керек дейді. Көліктің үстіне болып жерде оқиды. Уакаунул мәйити алал арди, мәйіттің де жерде болу керек. Мәйіт те жерде тұрады. Фәин кана ала даббатин, ал егер де мысалы мәйіт көліктің үстінде тұрған болса, әу ала айдин наси, немесе адамдар қолымен көтеріп тұрған болса, ләм тәжузис салату алал мұхтар, мұхтар көзқарас бойынша жаназа намаз дұрыс болып есептелмейді. Илля мин удрин, бірақ тек қана бір өзі жағдай болса болады екен. Мысалы айталық жер батпақ, жер су мәйітті қоюға мүмкін емес, мысалы бір себептер болуы мүмкін енді. Ал одан басқа уақытта мәйіт жерде тұрады, осылай оқылады екен. Ва сунануха арбаун, жаназа намазының сүннеттері 4. Біріншісі қиямул имами, имамның тұруы бихизаи садрил мәйити,
мәйіттің көкірек тұсында тұрады. Закаран кана ау унса, мейлі ол мәйіт ер адам болсын, әйел адам болсын, айырмашылық жоқ. Келесі уәссанау бa'да такбиратил ула, бірінші такбирден кейін сана дұғасын оқиды. Уәжәллә санаукты қосады. Уассалату аля наби саллаллаху алейхи уассалам бa'да санияти, екінші такбирден кейін ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салават айтады. Яғни намазда салават айтамыз. Аллахумма салли, Аллахумма барик, соларды оқиды. Уәддуау ли мәйити бa'да салисати, үшінші такбирден кейін мәйіт үшін дұға жасайды дейді. Мәйіт үшін дұға жасайды. Вәлә ятаайяну лаху шайун, мәйітке арнайы бір дұға тағайындалмайды дейді. Тек қана мына дұға ғана оқу деген шарт жоқ. Әлбетте бізде жаттап жүрген жаңағы жаназа дұғасы деген бар кітаптарымызда келеді. Соларды оққан жақсы, бірақ бұл дұғаны ниеттерде бұл дұғаны оқу керек, басқа дұға жарамайды деген сөз жоқ. Әлбетте мәйітке оқылатын дұғаны жаттап алған дұрыс мұсылман адамның. Ал егер мәйітке оқылатын дұғаны білмей жатса, ол кезде Раббана атина, Раббана ғфирли дұғаларын оқыса бола береді. Уәйн да'a бил мәсури, ал енді мәсур, яғни хадисте келген дұғаларды айтса, фахуа ахсану уа әбілағу, бұл ең жақсысы, ең керемет осы дейді. Ва минху, сол мәсур дұғалардан ма хафиза ауфун, Ауф ибн Малик деген кісіден келген, min duai Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан мынандай бір дұға келген екен, мәйітке оқылатын дұға. Аллахумма ғфир лаху, Раббым Алла оны, Раббым кешір, вархамху, өзің рахымыңа бөле. Уафихи, және де оны бағышта, вафу анху. Афу деген сөз, яғни тұқ қалдырмай күнәсін кешіре көр деген сөз. Уакрим нузулаху, оның баратын жерін өте керемет құрметті қыл. Уаси' мудхалаху, оның кірген жерін кең қыл, яғни қабірін кең қыл деген сөз. Уағсилху, оны жуындыр, бил маи, сумен, уәссәлжи, қармен, уәл барды, бұршақпен дейді. Бұршақ сумен, яғни күнәсін тазала деген мағынада. Уанаққихи минал хатая, оны қателерінен арылта көр. Кәмә юнаққассаул әбияду, мынау сияқты дейді, ақ киім минад дәнәси, кірден тазаланғаны сияқты, ақ киім кірден тазаланғаны сияқты, бұның қателерінде кешіре көр деген, бұл хадисте келген дұғаны айтқан жақсы дейді. Уәбдилху даран, оған бір үйнәс бер, хайран мин дарихи, дүниедегі үйнен де хайырлы бір үй нәсіп ет. Уа әхлән хайран мин әхлихи, және де бір отбасын нәсіп ет, хайран мин әхлихи, өзінің отбасынан да бір хайырлы отбасын нәсіп ете көр. Уа зәужан, және де жұбай нәсіп ет, хайран мин зәужихи, өзінің жұбайынан да ерекше бір жұбай нәсіп ете көр деген дұға жасалады. Уа дұхилухул жәннәта, Алла оған оны жәннәтіңе кіргіз. Уаиззуху мин азабил қабри, қабір азабынан да сақта. Уа азабин нар, және де тозақтың азабынан да сақта деген дұға жасалады. Енді дұғадан кейін не істейді? Уайусаллиму бa'дар рабиати, төртінші такбирден кейін сәлем береді. Мин ғайр дуаин фи захири ривая, захир риваяның көзқарасы бойынша дұға жасалмастан төртінші такбирден кейін бірден оң жақ сол жаққа сәлем беріліп жаназа намазын аяқтайды екен. Және де жаназа намазында уәлә ярфау ядайхи, екі қолын көтермейді, фи ғайри такбиратил ула, бірінші такбирден кейін екі қолын көтермейді екен. Бірінші такбирде Аллаху акбар деп қолын көтерді, қалған такбирде тек қана Аллаху акбар деп айтады. Қол көтерілмейді. Және де жамағаттарды қарап атсаңыз, мысалы басын көтеріп жатады Аллаху акбар деген кезде, ондай нәрсе де жоқ. Уәләу каббарал имаму хамсан, енді мысалы кейде жаназа намазында қателесіп, уәләу каббарал имаму, имам такбир алса, хамсан бесінші такбирді алып қойып жатса, ләм ютба, оған ілесілмейді дейді.
үндемей күтіп тұрады. Валакин, бірақ юнтазару саламуху фил мухтар. Мухтар көзқарас бойынша ол имамның сәлем бергені күтіледі дейді. Вала юстағфару ли мәжнунин. Келесі мәселе, вала юстағфару ли мәжнунин. Жында адам қайтыс болып жатса, ол үшін кешірім дұғасы жасалмайды, яғни жаназада. Неге? Себебі бұл дұға күнәһар, күнәлі пенде үшін, яғни бұл мәжнун болсын, саби болсын, бұлар күнәсіз тікелей жәннатқа барады. Ал енді истиғфар дұғасы басқа адамдар үшін. Басқа кез келген адам күллі ибн адама хаттаун, бүкіл адам қателеседі дейді. Сондықтан ва хайрул хаттаина тауабун, ең қателесушілердің ең жақсы кім дейді? Күнәлерін тәубе еткендер дейді. Сондықтан барша адам қателеседі, күнәһар, солар үшін жасалады екен. Уәлә сабиин, және де кішкентай балаға да, балиғатқа толмаған балаға да дұға жасалмайды. Кешірім дұғасы жасалмайды. Ва яқулу, бірақ бәлки мына дұға жасалады. Аллахумма жаалуху, я Аллахым оны қыл, ләна біз үшін фаратан. Фаратан деген мына нәрсе әжран мутақаддиман, алдын ала жіберілген сауап қыл дейді. Себебі бір адамның баласы, балиғатқа толмаған баласы қайтқан болса, ол ата-анасына шапағаты шығалады. Яғни алдымен не істеп жатыр? Ол адам сауабын жіберіп жатыр. Менің алдымнан шығатын сауап қыла көр деп шапағаты шығыла көр деп осы дұға жасалады. Әйтпесем оларға я Алла осы баланың күнәсін кешір, немесе мына жынды болып өлген адамның күнәсін кешір демейді, себебі олар жәннаттық тікелей. Сол үшін фаратан деп сұралады. Я Алла, алдын ала жіберген сауап қыл оны. Уажалху лана, және де оны біз үшін қыл, әжран, сауап қыл, уа зухран, яғни мақтанатын бір сауап қыл дейді. Уажалху лана, және де оны біз үшін қыл, шафиған, шапағат шығыл, мушаффаған, шапағаты да қабыл етілгендердің қатарынан қыла көр деп осындай дұға жасалады екен. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.